Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен бүгін бірге жолдас Айткүл. Менің блогыма қош келдіңіздер. Мен кішкентай кезімде көп сөйлегенді, допустим, ыдыс-аяқ жуып жүресің, мама бірдеңе ашы деген кезде ашы. Сөйлегенде, как будто қасымда камера бар сияқты, солай сөйлейтін тұғынмын. Ютубта қазір өзімнің блогымды ашып, осы бойынша жұмыс жасағым келеді. Өзімнің, яғни осы уақытқа дейін алған тәжірибе, білімім, ой түйіндерім туралы да бөліскім келеді. Жалпы мен 18 жасымнан бастап көп кітап оқитын тұғым. Негізі кітап оқығанды жақсы көрмейтін адамның бірі болғанмын. Бірақ қазір кітапты көп оқимын деп айтсам болады. Енді 2 балам бар. Осыларды ұйықтатып, жағдайын жасап болып, өзіме уақыт арнаған кезде әрине мен кітап оқимын. Қазіргі кезде менің оқып жатқан кітабымның бірі ол Кемел адам деп аталады. Бәрілеріңізге Қайрат Жолдыбайұлы көкеміздің жазған кітабы өте керемет кітап екен. Қазір мен 3-тен 1 бөлігін оқып тастадым. Жалпы мен кітапты көп оқимын деп айтып жатырмын. Кітапты көп оқыған кезде де психологтардың айтуы бойынша кітап сөрелерінде тұрған кітаптарды сіз алып оқисыз, бірақ миыңызға қандай зиян немесе пайда тиіп жатқанын сіз білмейсіз. Ми как будто андай бір не сияқты да, информацияны жинайтын бір местечко сияқты да. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екен сіз кітап оқу барысында өзіңіз саралап, мынау керек емес деп миыңыз тез қорытып анализ жасау керек. Менде ошибкалар болды, қателіктер болды. Қандай десеңіздер, 18 жасымда оқыған кітаптарым, аудио кітаптарым болатын болса, соларды мен не жазады ішінде, бәрі менің өміріме байланысты екен, бәрі сондай екен деп ойладым. Солай саралап ойлаған екен, ол кезде менде аналитикалық мышлением, ойым қалыптаспаған болып тұр, сонда уақытта тегелі олды қалыптасады. Адам оқыған нәрсесінің бәрі дұрыс екен деп ойлау, ол қате. Кейбір адамдар біз сияқты пенде болғаннан кейін кейбір нәрселерде қателесуі мүмкін, кейбір научный нәрселерге бұл дұрыс, бұл күшті деп келісуі мүмкін, бірақ сіздің жан дүниеңізге ол научный нәрсе сізге келмеуі мүмкін. Сондықтан кітаптан алар кезде, енді кітаптар туралы совет айтатын адамдар көп қой. Екінші болма кітабын оқысаңыз да, Қуаныш Шонбайдың айтқан советтерін тыңдасаңыз болады. Кез келген қазіргі өзін дамытатын тұлға ретінде дамытатын адамдардың барлығын тыңдасаңыз, көрсеңіз, олар кітап оқуға өздерінің бір советтерін береді. Балам камераны бұзбасы. Жалпы ютубты жүргізу мақсатым осындай болып жатыр. Яғни бұл кітапта не айтылады? Жалпы кемелдену, адамның жан дүниесі, тән дүниесі, жалпы адам ретінде өзін сезінуі, қандай адамға тән нәрселер бар. Мысалға сіз қайғыруға, кейбір адамдар мысалы өткенге өкініп деген сияқты әртүрлі сезімдерді сезінеді ішкі жан дүниесімен. Сезімдердің камераны құрттың. Әмірхан, тұр неха тұр. Кемел адам кітабын оқуға кеңес беремін. Бұл сізді жаңа бір деңгейге өсіретін кітаптың бірі. Көп американский кітаптарды оққаннан гөрі осында қазақша кітап оққанда санаңыз кішкене басқаша ойлана бастайды екен, қазақша ойлана бастайды екен. Себебі неге десеңіз, біз орысша кітапты оқимыз да, орысша ойлай бастаймыз. Кейбір керек жерде біздің басымыз істемей қалады да, соны қолдануға ше. Орысша ойлаймыз ол кезде, миымызға жеткенше, қазақша жеткенше қиын болады. Мынаны қазақша оқыған кезде бәрі басқаша да. Білмеймін, маған енді солай, сіздерге қалай екен білмеймін. Жалпы осындай форматта видеолар болса, ойларыңызды бөлісіп, комментарияға жазып қалдырып кетіңіздер. Жалпы видео ұнады ма, ұнамады ма? Бұл менің енді бастап жатқан жұмысым деп айтам ба, творчестволық жұмысым деп айтам ба, сол бойынша енді бұдан да күшті болуға деп сенемін. Менің блогыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.